Баршаңызға сәлем. Бүгін YouTube асханамда нағыз дәмді қуырдақ жасаймын. Алдымен етті тезірек пісу үшін орташа көлемде турап аламыз. Қызған табаға салып қуырамыз. Үстінен тұз бен қара бұрышын салып, суын құйып, суы бұрқылдай бастағанда оттың астын басып, баяу отта бұқтырып пісіреміз. Ал енді картопын дайындап алайық. Мен картопты видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап тураймын. Ал енді картопты қызып тұрған табаға салып, аздап тұздап, аздап бұрышын салып 15-20 минут пісіріп аламыз. Енді пиязды тураймыз. Жартысын осылай дөңгелек түрінде турап, дайын қуырдақты әрлеуге алып қоямыз. Ал қалған пиязды ірі-ірі етіп турап қоямыз. Бірнеше тісше сарымсақты үккіштен өткіземіз. Ет пісуге жақын үстіне сарымсақ пен жарты пиязды салып, тағы 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Бұл аралықта бауырды тазалап, турап, еттің үстіне саламыз. Араластырып жіберіп, қалған пиязды саламыз. Картопымыз да пісіп қалды. Етке қосып, үстінен азғантай қайнаған су құйып, 10-15 минут пісіріп аламыз. Уылжыған қуырдақ дайын. Ас көкпен, пиязбен әрлеп, дастарханға ұсынамыз. Әркім қуырдақты әртүрлі жасайды, ал бұл менің бір нұсқам деп қабыл алыңыз. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.